Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай красный парақтың рецептісін үйренетін боламыз. Интернетте сан түрлі жолдары бар. Мен сіздерге мастер-классында үйреткен өте оңай рецептісін ұсынатын боламын. Ал енді бастайық. Алдымен жұмыртқа алмасамызға кіріспес бұрын осындай стаканға 1 чайный ложка содамызды аламыз. Оған яблочный уксусты құямыз. Енді осындай яблочный уксустың түрі міндетті түрде яблочный уксус болу керек. Енді оны бір шетке алып қоямыз да жұмыртқа алмасамызға кірісетін боламыз. Оған бізге жұмсақ сары май керек. Барлығы описанияда жазылған. Алдымен сары майымызға осындай қантымызды саламыз, яғни шекерді саламыз. Және де біртіндеп жұмыртқамызды салып миксермен араластырып отырамыз. Мен барлық жұмыртқаны осылай салып біртіндеп миксермен араластырып отырдым. Бізде жұмыртқа алмасамыз дайын болды. Енді сухой ингредиенттерімізді араластырып қоямыз. Оған 10 разрыхитель какао барлығы жақсылап араластырып қоямыз. Енді бізге айран керек. Айранымыз салқын болуы керек. Тәтті айран болғаны жақсы. Енді осыған красительді қосамыз. Гелевый краситель қолдансаңыздар болады. Ендігі кезекте жұмыртқа алмасамызға уксуспен дайындалғанымызды қосамыз, және де ұн қосамыз, айранымызды қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл араласқан қоспамызға сұйық майды қосамыз, барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде дайын болды тестамыз. Мен оны 3-ке бөліп пісіремін. Яғни бірінші коржды құйып жатырмын. Мінекей сіздер сразу бисквит сияқты қылып пісірсеңдер болады. Мен осындай пісіремін. Осылай 3-ке бөліп пісіремін. Сіздерге қалай ыңғайлы, өздеріңіз солай пісіре берсеңіздер болады. Менде фольга болмағандықтан кольцоға орналастыратындай. Сондықтан осылай 26 диаметрлікте пісірдім. Әрқайсысын 20-25 минутта піседі. Мінекей мен дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай видеода мен бетіңіздегі нелері үлкейіп тұрса, соны пышақпен былай кеспасаңыздар болады. Кейін оны әдемілікке қолданамыз. Келесі кезекте креміне кірісетін боламыз. Бізге осындай салқын клейгей қажет болады. Яғни сливки оны қоюланғанша миксермен жақсылап араластырып алдым. Енді үстіне қант қосамыз. Бір көпірті балды, яғни қоюланғанша араластырамыз миксермен. Енді творожный сыр саламыз да, оны да жақсылап миксермен араластырамыз. Мінекей бізде креміміз осындай дайын болды, қою болды. Енді осындай кольцоға кигіземіз корждарымызды. Мен бірінші қабатын істеп қойдым. Мен осындай пакетке кигіздім кремді де. Және де осылай барлығына жағып шықты. Оны холодильникке жібердім де, холодильниктен шығардым. Әсемде өз қалауларыңыз бойынша жаңа қалған корждарда мен осындай қылып әсемдедім. Сіздер андай негізі ойлағанмын, ақ шоколадты ерітіп, бетіне құйып, сондай әсемдеймін ба деп ойладым. Бірақ жоқ, мен ондайға әсемдеген жоқпын. Бетіндегі не деп ойласаңыздар, ол ақ шоколад. Мен де осындай бетіне қойдым. Бұл негізі туған күнге арналған заказым болатын. Осыны сіздерге арнап көрсетіп жатырмын. Неге видеода көріп тұрғандарыңыздай өте оп-оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Мен мастер-класста қалай үйретті, сіздерге барынша соны көрсетіп үйретуге тырыстым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, мен өте қатты қуанар едім. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.